Бір мұсылман жігіт өзінің жақсы араласатын жолдастарымен бірге отырғанда өз әйелімен ажырасатынын, оған талақ беретінін айтады. Онысын естіген жолдастары: неге онда шешімге келдің? Мүмкін бәрі дұрысталар. Асығыс шешім қабылдамағаның жөн, өзің де білесің. Дінімізде ажырасу ең соңғы шешім. Рұқсат етілген амалдың ішінде Аллаға ең ұнамсызы ажырасу делінген хадисте. Сол себепті он ойланып, 100 толғанып барып бір шешімге келген дұрыс, деп ақылдарын айтып жатты. Алайда жігіт: бұл кеше қабылданған шешім емес, бұрыннан ойланып жүрген нәрсе. Және де әйелімдегі кемшілік сондай қадамға баруыма итермеледі, деді. Ол қандай кемшілік өзі? Сені талақ беруге шешімі қабылдатып жатқан, деп сұрайды жолдастары. Жігіт болса айтудан бас тартады. Жолдастары қоймай: айтсаңшы, бізге де сабақ болсын, деп қоймайды. Жігіт болса: достар, жарымның кемшілігін сендерге қалай айтпақпын? Расында жақсы күйеу өзінің әйелінің кемшілігін айтпайды, деп үзілді-кесілді бас тартады. Көп ұзамай жігіт әйелмен жақсылықпен ажырасып айырылысады. Содан күндердің бірінде жолдастары үйіне жағдайын сұрап келіпті. Дастархан басында жолдастары екеуіне де өмірде өз орнын тауып кетулерін, өмір жалғаса беретіндігін айтып, ниеттерін білдіріп жатады. Кейін қайтар кезде жолдастары одан: ажырасу себебін өткенде жарымның кемшілігін қалай айтамын деп айтудан бас тарттың. Енді бұл жолы ажырасуға итермелеген кемшіліктерін айтатын шығарсың. Некеңді бұзып ажырасуыңа не себеп болды, деп сұрайды. Әлгі жігіт бұл жолы: достар, өтен әйелдің кемшілігін сендерге қалай айтпақпын, деген екен. Ерлі-зайыптылар өздерінің араларындағы келеңсіз жағдайларды лажы болса сыртқа айтпағандар абзал. Мына оқиғадағы жігіт жарының кемшілігін жасыру арқылы оған деген адалдығын танытып, сыйын көрсетсе, ажырасқаннан кейін де кемшілігін паш етуден бас тарту арқылы бөтен кісінің артынан ғайбат айтудан тартынған. Өкінішке орай қазіргі таңда мұндай қырағылық әр кезде сақтала бермейтіні мәлім. Тіпті кей жағдайларда ажырасқан әйелдің немесе еркектің артынан шын өтірігі аралас неше түрлі әңгімелер өрбіп, бүкіл елге жайылып жатады. Негізінде ол екеуінің арасындағы түсініспеушілік, екі жастың арасындағы нәрсе. Құран кәрімде Алла тағала ажырасуға түбегейлі шешім шығарған мұсылманның егер шешімінде табанды болса, ешқандай зұлымдыққа бармай, өсек аяңдар жаймай, жақсылықпен ажырасуды бұйырады. Талақ айту 2 рет, одан кейін не әділдікпен ұстау керек, немесе 3-ші талағын айтып жақсылықпен ажырасу керек.